Ал енді лайфхактар сабағын бастайық. Физикада мысалы мынандай есеп келді. Біз ұбт-да стресске түстік та, мына есепті шығара алмай қалдық. Формуланы ұмытып. Сол кезде не істейміз? Бізде мына жерде берілген. Синус 30 градуста 0,5 дейді. Яғни 0,5 деген сан бар. Түбірасты 3 бөлінген 2 деген бар. 10 метр секунд квадрат үдеу деген бар. Сосын 10 метр секунд жылдамдық деген бар. 30 градус деген бар. Осы сандарды пайдаланып, бір формулаға салған кезде көбейтіп немесе бөліп бір жауап шығаруымыз керек қой. Енді мына жерде жауаптардың барлығында түбірасты 3 болатыны түсінікті, иә? Өйткені мына жерде түбірасты 3 тұр. Сондықтан жауабында да көбейтіп бөлген кезде әйтеуір түбірасты 3 болады. Сондықтан мына жерде түбірасты 5, түбірасты 2 деген жауаптарды сызып тастаймыз. Өйткені біздің жауабымызда түбірасты 3 дегендер қалу керек. Ал енді мына жерде 2 түбірасты 3 метр дейді. Мына жерде 5 түбірасты 3 метр дейді. Енді қайсысын таңдаймыз? Екеуінде түбірасты 3 бар. Мына жерде жылдамдыққа қараймыз. Жылдамдық 10 метр секунд жылдамдық дейді. Яғни 1 секундта 10 метр жүретін жылдамдықпен лақтырылды дейді. Сонда ол 10 метр секунд жылдамдықпен лақтырса 2 метр ғана жүрмейтіні түсінікті ғой. Яғни ол кем дегенде 5 метр жүреді. Сондықтан дұрыс жауабы Д болады. Яғни Д жауабы дұрыс болады. Келесі есеп. Температуралары және массалары бірдей аргон мен гелийдің ішкі энергияларын салыстыр дейді. Аргонның малярлық массасы, гелийдің малярлық массасы берілген. Екеуін бізге салыстыру керек. Енді біз формуланы білмедік деп қарайық басында. Бізде қазір наугад белгілейтін болсақ, 5 вариант тұр. Дұрыс жауабына түсу ықтималдығымыз қанша? 5-тен 1, яғни 20%. 20% ықтималдықпен дұрыс жауап белгілейміз, қазір ештеңе білмесек. Ал егер мына жерге қарап, мына жерде 2 ақтал сан берілген ғой. Осы 2 саннан пайдаланып, көбейтіп немесе бөліп әйтеуір бір сан шығаруымыз керек. Енді мына өлшем бірліктері бірдей. 10-3, 10-3 кетті, сонда бізге әйтеуір 40 пен 4-ті пайдаланып бір сандар шығару керек. Ал енді екеуі мысалы көбейту вариантын қарасақ, 160 болып кетті. 160 дегенге оған қатысты ештеңе жоқ. Сондықтан 40-ті 4-ке бөлеміз 10. Яғни 10 деген жауап бар болу керек біздің ішінде. Сонда гелий мен аргонның ішкі энергиясы бірдей деген сызып тастаймыз. 5 есе деген сызып тастаймыз. 3 есе деген сызып тастаймыз. Сонда 2-ға жауап қалды. Д немесе Е деген. 10 есе артық немесе 10 есе кем. Басында бізде дұрыс жауабына түсу ықтималдығымыз 20% еді ғой. Енді мына жерде 2-ға жауап қалды. 2-ға жауап қалды деген сөз дұрыс жауабына түсу ықтималдығымыз 50% болды. Құр осылай сандарына қарап 50%-ға жақындадық. Ал енді бұдан ары қарай дұрыс жауабына түсе алу үшін бізге ішкі энергияның формуласын білу керек болады. М бөлінген малярлық масса 2-ден 3 РТ. Примерно осылай естеріңізде қалды, формула. Просто мына жерде білу керек, ішкі энергия ол малярлық массаға кері пропорционал. Малярлық масса көп болса, ішкі энергия аз болды деген сияқты. Сонда мына жерде қайсының малярлық массасы көп? Яғни соның ішкі энергиясы аз болады. Яғни гелийдің энергиясы артық деген сөз. Гелийдің ішкі энергиясы аргонның ішкі энергиясы 10 есе артық. Яғни дұрыс жауабы Д деген сөз. Келесі есеп. Тура жаңағыдай жағдай. Егер жазық конденсатор араласында слюданы эпсилоны 6-ға тең балауызбен эпсилон 2-ге ауыстырып тастасақ, онда электр сыйымдылығы қалай өзгереді дейді. 6 мен 2-ні пайдалану керек. Енді 6 бөлінген 2, или 6 көбейтілген 2, или 2 бөлінген 6 деген. Енді 2-ні 6-ға бөлсек бірден кіші сан болып кетеді, жауаптан ондай жоқ. 6-ны 2-ге бөлсек 12, ондай жауапта жоқ. 6 бөлінген 2 тек 3 деген санға ғана қатысты болады. Ал енді мына жақтағы 2, 6, 6 дегендер кетті. Сонда 2 жауап қана қалды. Яғни дұрыс жауабына жақындадық. Жаңағыдай, тура жаңағыда 20% ықтималдықтан 50% ықтималдыққа жеттік. Енді осы жерден ары қарай апом тоқаш деген сияқты белгілей берсе болады. Или просто енді физиканы кішкене оқыған болса, онда слюданы балауызбен ауыстырған кезде 3 есе кемейтінін біледі. Яғни осылай Е жауабын белгілеп кетуге болады. Енді бұл екінші бөлім болып саналады. Бірінші бөлім есептері YouTube-қа, Instagram-ға салып қойдым. Бірінші бөлімін көрсеңіздер болады. Ал мынау екінші бөлімі. Енді бұдан да басқа осы сияқты есептердің көбісі ол енді марафон сабақтарында болып жатыр. Енді оны ары қарай көру үшін енді марафон сабақтарына қатысу керек па, өшіп сондай бір нәрсе керек қой. Мүмкін енді бір келесі жылдары шығарып қаламын, оны да болады да тегінге.
Келесі есеп. Түзу сызықты қозғалған дене координатасының уақытқа тәуелділік графигінен 3-4 секунд аралығында дене жылдамдығының x ойысына проекциясы дейді. Мына жерде x ойысына проекциясы дейді. 3 пен 4 секунд. 3 пен 4 секунд аралығында x ойысына проекциясы дейді мынаның. Яғни мына бағыт бізде жоғары қарай оң бағыт, ал мына жақта төмен қарай қозғалып бара жатыр, яғни теріс бағыт деген сөз. Сондықтан мына жердегі оң жауаптардың бәрін сызып тастай саламыз. Мына жерде қалды -2 минус қалды. Қайсы 3 пен 4-тің арасы? Мына жерде 120-да тұрды, 60-қа түсті. Енді азайтып тастайсақ 60 қалды. Сонда -60. Жауабы дұрыс. Ал келесі есеп, изотермиялық жолмен баяу шығу кезінде газ 7 көбейтілген оның 6 дәрежесі джоуль жылу мөлшерін бөліп шығарды. Осы кезде газдың атқарған жұмысы дейді. Изотермиялық жолмен. Енді біз бұны білмес үшін мынаны бір түсіндіріп өтейін. Яғни мына жерден енді 7 деп, енді 7-ге қатысты жауаптар деп қалған бәрін сызып тастайсақ, тек 7-лерді ғана қалдырып, дұрыс жауаптары осы деп белгілей салуға болады. Яғни бірақ олай онша қызық емес болып қалды. Бірінші мынаны түсіндіріп өтейін. Мысалы, жүйеге берілген жылу мөлшері оның ішкі энергияның өзгерісімен сыртқы күштерге қарсы жұмысына жұмсалады дейді. Енді мына жерде изотермиялық деген сөз, ол заттың температурасы өзгермейді деген сөз. Яғни температурасы тұрақты деген сөз. Температурасы тұрақты болатын болса, онда ішкі энергиясының өзгерісі 0-ге тең деген сөз. Яғни оның температурасы өзгермесе, оның ішкі энергиясы да өзгермейді деген сөз. Сонда біздің жылуымыз жұмысқа тең болды деген сөз мына жерде. Сонда мына жердегі бөлінген жылу мөлшері оның атқаратын жұмысына тең болды деген сөз. Бірақ неге мына жерде минус жауаптар дұрыс болып тұр? Себебі, мысалы, мынандай цилиндр, мына ішінде поршын бар, поршын тұрсын. Мына ішінде газ бар. Енді мына жерде газ егер көлемі үлкейіп, мына цилиндрді төмен қарай қозғайтын болса, онда газ онда дұрыс, яғни оң жұмыс атқаратын еді. Ал мына жағдайда бізде газ жұмыс атқарып тұрған жоқ, газды біздікі сығып жатыр бүйтіп, көлемін кішірейтіп. Сондықтан газға қатысты теріс жұмыс жасалып жатыр. Ал мына поршынге қатысты оң жұмыс жасалып жатыр. Яғни соған да мән беру керек, кімге қатысты жұмыс жасалды дегенге. Сондықтан В жауабы және жауабы дұрыс болады. Енді мынандай есепті қарастырайық. Температурасы 20 градус Цельсий, көлемі 30 литр суық су, және температурасы 60 градус Цельсий, көлемі 20 литр су болды. В общем, екеуін араластырады. Сол кезде орташа қандай температура шығады дейді. Енді бірінші мен бұл есепті кәдімгі мектепте үйретілетін әдіспен шығарып көрсетейін, түсіндіріп. Одан кейін оңай тәсілін көрсетемін. Сол кезде екеуінің айырмашылығы қаншалықты болатынын көресіздер. Ал енді мына формуланы бәріміз білеміз деп ойлаймын. Q тең Sm дельта T. Яғни Sm T2 минус T1. Энергия жылу мөлшері, яғни меншікті жылу сыйымдылығы, массасы және температуралар қаншаға өзгерді, соны көрсетеді. Енді қараймыз. Біздің бір денеміз, яғни T1 температурада тұрды, сосын ол белгілі бір жылу мөлшерін берді да, температурасы төмендеп бір орташа тетта деген температураға келді. Ал астындағы суық суымыз ол Т2 деген температурадан жоғарылап тетта дегенге келді. Яғни басында енді мына жерде 20 градус Цельсий болды деп тұр ғой. 20 градус Цельсий зат мына жердегі ол көтеріліп бір теттаға келді дейді. Ал мына жақтағы 60 градус Цельсий болып тұрған ол төмен түсті дейді. Яғни орташа бізге мына теттаны табу керек. Енді мына жерде мынау орташа температура келу үшін ол бір Q белгілі бір жылу мөлшерін берді, ал мынау Q алды. Яғни бір жылу энергиясын алып ортаға көтерілді. Сонда мынау қанша энергия берсе, мынау сонша энергияны алады, Сонда мынаның берген жылу мөлшері ананың алған жылу мөлшеріне тең болады. Q берген тең болады Q алғанға. Енді Q берген десек дейік. Q берген. Ол енді біріншісі қандай зат болсын? Біріншісінікі S1, M1 60 минус тетта. Яғни температурасы осылай өзгерді, Ал екінші Q алғандікі S2, M2 теттаға көтерілді 20-дан. Ал енді осы екеуін бір-біріне теңестіре саламыз. Сонда не болады? S1, M1 60 минус тетта тең S2, M2 тетта минус 20. Ал енді мына жердегі S1, S2 деген екеуі де S1 ғой, өйткені екеуі де су, екеуінікі бірдей, сондықтан мына жерде қысқарып кетеді. Ал M1 ол мына жерде бәрі шықты деп айта берсек болады. Енді мына M1-ді көбейте салайық. M1 көбейтілген 60 минус
m1 тетта тең m2 тетта минус m2 20 дейді. Ал енді мына жерге m1-ді қойып шыға салайық. Енді m1-ді мына жерге қою үшін бізге массаны қою керекпіз ғой. Ал мына жерде бізге литрмен берілген. Енді 30 литр суымыз ол 30 килограмм болады, оны білеміз. m1 мына жердегі температурасы жоғарыдан төмен түскенде біз m1 деп алып тұрмыз. Ол 20 литр, сонда 20 көбейтілген 60 минус m1 дегенде 20 тетта тең m2 ол 30 тетта минус 30 көбейтілген 20. Ал енді мына жердегі 20 көбейтілген 60 ол 1200 болды, 1200. Ал мына жақтағы 2 үшім 600, яғни ол плюс болып келеді, мына жаққа 600 болды. Тең мына жақта 30 тетта бар еді, оған қосылды 20 тетта мына жаққа өткен кезде. Сонда 50 тетта болды. Ал енді қараймыз, мына жерде 1800 болды, сонда 1800 тең 50 тетта болды. Сонда неден теттаны табу үшін бізге 1800-ді бөліп тастау керек 50-ге, яғни 36 градус Цельсий деген жауап осы жерден шығады. Ал енді оңай тәсілін қарастырайық. Енді оңай тәсілінде бізде мына жерге оның бәрін есептеп жүру керек емес. Мысалы, екеуінің де мына жерде 30 литр мен 20 литр екеуі тең болған болса, онда біз екеуінің температурасын қосып, яғни 20 градус Цельсий мен 60 градус Цельсийді қосып, екіге бөлесек, орташа температурасын шығатын еді. Мысалы, 60-қа 20-ны қосам 80, 40 градус Цельсий деген мән шығу керек еді. Екеуінікін қосып бөлесек, яғни массасы бірдей болған болса. Бірақ мына жерде бізде суықтың массасы көп, яғни суықтың массасы көп болғандықтан, яғни 40 градус Цельсийден аз болады деген сөз. Яғни мына жердегі варианттардағы сонда 40 градус Цельсийден үлкендерді сызып тастаймыз. Ал мына жерде тек 30 литр, мынау 20 литр, яғни айырмашылық ондай көп емес. Мына жақ массасы азайғанмен, мына жақта температурасы жоғарылап тұр, сонда барынша 40-қа жақын болады деген сөз ғой. Мына жер варианттардың ішінде қайсысы 40-қа ең жақын? Мысалы 36 ғой. Сондықтан 36-ны белгілейміз. Осылай есептерді шығарып тастақ болады. Енді мына ұқсап бүткіл есептерді көрсете беруге болады, бірақ бұған арнайы уақыт бөлу, арнайы осыған видео түсіру керек емес деп ойлаймын. Себебі біздің марафон сабақтарда ол сабақта өтіліп жатады, арасында бұндайлар да бірге беріліп кетіп жатады да. Бұған онша көңіл бөлмейтінбіз. Бірақ енді осы оқушылар сұраған соң осындай бір арнайы видео түсіріп отырмыз. Бұндай заттар негізі көп. Сонымен осымен сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше, давайте.